Сәлеметсіздер ме? 5-ші сыныптағы қазақ тілі мен әдебиеті сабағының тақырыбы «Маған қазақ әндері ұнайды». Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Берілген сұрақты түсініп, лайықты жауап беру. Алдымен Атамекен әнін тыңдап шығыңыздар. Осы ән бойынша Атамекен деген сөзге кластер жасауға дайындалыңыздар. Жасыл жайлау, тұтты кілем, көк кілем, көк кілемге көп аунаймын, көп кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақанау деп білем. Қайда көрсең Атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Ал енді Атамекен сөзіне кластер жасап көріңіздер. Кластерде мынадай сөздер мен сөз тіркестер болуы мүмкін. Отан, туған жер, табиғат, туған қала, туған ел, мәдениет, халық. Келесі тапсырма. Мәтінді тыңдаңыздар. Мәтіннен кейін берілген қазақ тіліндегі сұрақтарға орысша жауап қайтаруға дайындалыңыздар. Ән халықтың мұрасы. Ән өнер. Ән адамның көңіл күйі, қуанышы, сезімі. Менің ұлтым орыс. Маған қазақ әндері ұнайды. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Мен де анаммен қосылып ән айтамын. Мен Атамекен әнін жақсы көремін. Ол патриоттық ән. Атамекен туған жерге арналған ән. Бұл ән 1970 жылы жазылған. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық артисі Ескендір Хасанғалиев орындайды. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстанды сағынады. Атамекен туралы ән жазды. Әннің сөзін ақын Қадыр Мырза әлі жазған. Атамекен әнін халық жақсы көреді. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық орнынан тұрып бірге айтады. 1970 жылы Ескендір Хасанғалиев Швеция еліне осы әнді айтады. Стокгольм қаласының адамдары Атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиевке үлкен қошемет көрсетеді. Қазіргі кезге дейін бұл әнді бәрі айтады. Атамекен Қазақстан халқы сүйіп тыңдайтын ән. Өйткені Қазақстан бәріміздің ортақ атамекеніміз. Ал енді сіздерге мәтін бойынша қазақ тілінде мынадай сұрақтар ұсынылады. Оларға орысша жауап қайтаруға дайындалыңыздар. Сұрақтарға мынадай жауаптар қайтаруларыңыз мүмкін. Бірінші. Песня «Наследие народа». Екінші. Атамекен патриотическая песня. Үшінші. Песня «Атамекен» посвящена родной земле. Төртінші. Эта песня была написана в 1970 году. Бесінші. Песню «Атамекен» исполняет Ескендір Хасанғалиев. Алтыншы.
Слова песни написал Кадыр Мырза Али. 7. Народ любит песню «Атамекен». 8. В 1970 году эту песню Ескендір Хасангалиев исполнил в Швеции. 9. «Атамекен» – это песня, которую любит слушать казахский народ. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Берілген сөйлемдерде қате жазылған сөздерді тауып, түзетіп жазыңыздар. 1. Ан халық өмірдің айнасы. 2. Менің анасы қазақша әндерді жақсы айтады. 3. Мен «Атамекен» әнін жақсы көремін. 4. «Атамекен» әнін Қазақстан Республикасының халық артисі Ескендір Хасангалиев орындайды. 5. «Атамекен» әнін халық жақсы көремін. 6. 1970 жылы Ескендір Хасангалиев Швеция елінде осы әнді айтады. 7. «Атамекен» халық сүйіп орындайтын ән. Ал енді өзіңізді тексеріңіздер. Бірінші сөйлемде өмірдің деген сөзінде қате. Себебі іліксептіктің нің жалғауы талап етіліп тұр. Себебі өмірі деген сөзі дауысты дыбысқа аяқталып тұрғаннан соң іліксептіктің жалғауы үнді дауыссыздан басталуы тиіс. Екінші сөйлемде анасы тәуелдік жалғаудың бірінші жағы болуы тиіс. Үшінші сөйлемде қате жоқ. Төртінші сөйлемде республикасының деген сөзінде іліксептік жіңішке нұсқасы беріліп тұр. Бұл қате, себебі сөз жуан дауысты іліксептіктің жуан нұсқасын талап етіп тұр. 5. Жақсы көремін. Бұл сөзде жіктік жалғаудың бірінші жағы қолданылып тұр. Бұл сөзде үшінші жағы болуы тиіс. 6. Еліне деген сөзде қате бар. Жатыс септіктің де деген жалғауы болуы тиіс. 7. сөйлемде қате жоқ. Ал енді мынау үлгіге назар аударыңыздар. Себебі келесі тапсырма осы үлгі бойынша орындалады. Әр сөйлемге 3 сұрақтан жасалуарын керек болады. Мысалы, үлгіде ән халық өмірінің айнасы деген сөйлем беріліп тұр. 3 сұрақ жасалынған. Не халық өмірінің айнасы? Екінші сұрақ, ән халық өмірінің айнасы ма? Үшінші сұрақ, ән кімнің өмірінің айнасы? Әр сөйлемге енді өз беттерінше 3 сұрақтан жасаңыздар. Бұл тапсырманы өз беттерінше орындайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін.